Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Сүт ешкілерді қай кезде қашырған дұрыс екенін айтқым кеп тұр. Мынау менің дашам, бірінші тұрған үлкен ешкі. Бұл ешкіні мен 9-10 ай саудым. Әбден сарқылып, суалған соң барып текеге түсірдік. Ал мына машаны 3 ай саудым. Мына мусканайтта 3 ай саудым. Оларда дашамен бірде текеге түсіргенбіз. Сүті қашып кетті. Текеге түскен күннен бастап сүті азайып, әрі кетсе бір аптаның ішінде суалып кетеді екен. Сол үшін ешкілерді, сауылып тұрған ешкілерді алаңсыз суалғасын барып қашыру керек екен. Бізге осыны айтатын адам болған жоқ. Пайдалы болсын деп айтып жатырмын.